Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін балаларыма булочки пісіріп киноға барам деген жоспарым болған. Жалғыз өзім барып демалып қайтамын дегенмін. Аяқ астынан жоспарларым өзгеріп кетті. Айтпақшы, бір тестіден 2 түрлі булочки жасадым. Бірінші булочкам творогпен, ол ватрушка. Ватрушканың начинкасы творог, жұмыртқаның сарысы, қант. Жақсылап блендерледім, болды. Ешқандай сметана қоспадым. Ватрушканың шеттеріне жұмыртқаның сарысын жағып, духовкаға салып пісіріп алдым. Екінші булочкам начинкасы алмадан болды. Алманы төртбұрыштеп турап, лимон, корица, кішкене қант қостым. Лимонның тамшылары алманы қарайтпау үшін. Киноға барам деп тұрған жерінен жолдасым звондап, бүгін балаларды киноға алып барып келейік деді. Сонымен киноға жалғыз барам деген жоспарым орындалмай қалды. Бала-шағаны ертіп, шұбырып торговый центрға да келдік. Кинотеатрға келсек, адам деген өте көп. Балалар приключение Паддингтонны көреміз деді. Бірақ оған билеттер бітіп қалған, орын жоқ екен. Сонымен Dogman деген мультфильмге билет алып, бәріміз кірдік. Негізінде мен мультфильмді жақсы көрем, балалармен көргенді. Осы жолғы Dogman деген мультфильм маған аса ұнамады. Бірақ менің балаларыма Dogman деген мультфильм қатты ұнапты. Шыққан соң қуанып, жаңағы мультфильмдегі болған оқиғаларды өздері бір-біріне айтып, сонда әңгімелесіп жатқан. Тамақтанып болған соң балаларға кішкене киім алайық деген едік. Балалар шаршап тұр ма, әлде мен шаршап тұрмын ба? Жарайды, келесі жолы алармыз деп, сонымен үйге қайттық.